Сәлеметсіздер ме, балалар? Қазір бізде қазақ тілі сабағы. Сабақтың тақырыбы «Ол не істейді?» Что он будет делать? Бірінші тапсырма тыңда, қайтала. Слушай и повторяй. Бірінші сурет, первая картинка. Бұл менің ағам. Это мой брат. Ол футбол ойнайды. Он будет играть в футбол. Бұл менің қарындасым. Это моя сестренка. Ол сурет салады. Она будет рисовать. Бұл менің анам. Это моя мама. Ол кітап оқиды. Она будет читать книгу. Бұл менің әкем. Это мой папа. Ол шахмат ойнайды. Он будет играть в шахматы. Повторим еще раз. Ол футбол ойнайды. Ол сурет салады. Ол кітап оқиды. Ол шахмат ойнайды. Екінші тапсырма. Сұраққа жауап бер. Ол не істейді? Второе задание. Посмотрите на картинки и ответьте на вопрос. Ол не істейді? Что он будет делать? Например, первая картинка играет в футбол. Ол футбол ойнайды. Называем следующие картинки. Үшінші тапсырма. Сұраққа жауап бер. Боя. Следующее задание. Ответьте на вопрос и раскрасьте. Бұл не? Что это? Бұл не? Что это? Это шахматы. Бұл шахмат. Бұл не? Что это? Это книга. Бұл кітап. Бұл не? Что это? Это мяч. Бұл доп. Бұл не? Что это? Это карандаш. Бұл қарындаш. Это карандаш. Шахмат, кітап, доп, қарындаш. Төртінші тапсырма, четвертое задание. Бастыр, сыз. Обведи и начерти. Осымен сабақ аяқталды. Рахмет, сау болыңыздар, балалар.